Ассалаумағалейкум Қазақстан фермерлері, міне бүгін біз Дархан Сатыбалды Түркістан облысының әкімін Шардара қаласында күтіп отырмыз. Осындай керемет көрме басталғалы жатыр, яғни осы Шардара аудандық өздерінің өнімдерін осы әкімге көрсеткелі жатыр. Онда келесі көретіндеріңіз ағайын. Міне ағайындар, өздеріңіз көріп тұрғандай керемет көлікпен келіп жетті, үлкен талпаменен, яғни бүгін деген әкімге деген ұсыныстарымыз осындай керемет болып жатқандарына өзіңіз куә болып отырсыздар. Шардара шар органик жауапкершілікпен сертификаттеу. Анар өседі? Анар өседі. Анар өсіріп жатырмыз анар. Шардарада. Қанша гектар? Бізде гектар емес. Осы 3 жылдан бері азын аулақ жатыр. Жалпы анар өсетін айларды қолданды ма жерлер? Жерлер негізі Шардара, Жетісай, Сарыағаш аудандары қолайды. Үлкен болды. Бұл анардың сыры осы табиғи өніммен шылаушының өндірген биогумусымен органикалық жолмен өндіріледі. Жақсы өсіп жатыр ғой. Жалпы анар, топырақ, жерде өсетін заттардың барлығы негізі биогумусқа байланысты келеді. Органика көшіп жатыр. Бұл биогумус не десеңіздер, бір айтып жөнейін сіздерге. Мына жақта біздер қарасаңыздар, бұл калифорниялық шылаушының арқылы осыны 4 түрлі малдың көңі арқылы соған жіберу арқылы біз топырақ өндіреміз. Қазіргі таңда қанша уақытта дайын болады? Жалпы 4 айда биогумус дайын болады. Оны қазір біз 4 гектар жерде істеп жатырмыз өзіміз. Оған қазір биогумусты өндіріп, соны диқандарымызға биылға 1,5-2 кубқа жоспарлап отырмыз. Өзіміздің бастағанымыз 2 жылға жоқтады. Соны біз 4 квадрат шылаушынан бастағанбыз. Қазіргі таңда 5000 квадрат шылаушын істеп жатырмыз. 5000 квадрат Құдай қаласа алдағы уақытта осы биогумуста жалпы оның сүйектері де бар. Осы сүйектеріне Құдай қаласа әрекет жасап жатырмыз. Оны қазір сертификатсыз Асқардан Абаев деген атыраудың ағамыз бар. Содан семейдегі. Сол арқылы тәжірибе алмасып, осыны Шардарада өндіретін алдағы жоспарларымыз. Өзіне 200 кәсіпкер жаңа жеке тұлғаларға бір квадраттан берді. Иә, осы Шардарада осы 2 жылдың ішінде өзіміз бір квадраттан беріп, 10 адамға өзіміздің арқамыздан жаңағы беріп, қазіргі таңда 200 адамға дейін жұмыспен қамтылып жатыр. 200 адам өзіміз жақты фермерлер бар. Соның бәрі әрқайсысында қазір 200-300 квадраттан көбейіп жатыр. Сұраныс болып жатыр қазір. Жақсы сұраныс. Бұның бәрі органикалық өнім болғандықтан адамдар тұтынады. Химикат берілмейді, таза осы биогумуспен пісірілген қарбыздарымызда болды биыл шыққан. Мына химикатпен селтіра беріп, жаңағы қарбыздарды шығарғандан гектарына 40 тоннадан алатын болса, осы биогумуспен арнайы егіп өзімізше эксперимент жасап көрдік. 70-80 тоннаға дейін гектарына алдық. 2 есеге өсірді. Әрі бұның органикалық экспортқа шыққан кезде де жаңағы зияндылығы жоқ. Және де мына жерде селитрадан арзан 4 жыл өміршеңдігі бар. Шаруалар болсаң басында келіп отыр. Я өткен тапсырып береміз, семинар өткіземіз. Неге барғанда Сарыағашқа ол кімдер? Сосын да жасынан қолдау өтті. Не беріп қолдауыз? Пока енді ұсыныс беріп жатырмыз. Біз осы нелер бойынша, удобрение бойынша бір жинап, бір жиынып Бұлай қазоттың біз Сарыағашқа барғанда да көрдік осы нелерді. Қазоттың тыңайтқышы судан кейін бар эффект береді. Бұлар сразу береді. Қазір өзімізді оншақта өзіміз сияқты жастарды жұмыспен қамтып жатырмыз. Өзіміздің қоластымызда қазір оншақты адамды жұмыс істеп жатырмыз. Сол бір жылдың ішінде осы бізді қазір жер алдық, басқамыз бар. 15-20 миллионға жуық ақшаны өзіміздің қаражатымызды шығарып, осы кәсіпті бастап жатырмыз. Алдағы уақытта өзіміз сияқты фермерлерді өздері болады Шардара ауданында. Сосын әрбір үйде шығара берсе болады. Және де бұдан бөлек біздер Павлония тауын дегенбіз. Павлония әлемде ең қатты тез өсетін. Шардарада үлкен гектарға егін жоқ. 4 гектарға көшетін дайындап. Кесіп тұру керек қой біздер, иә? Иә, білеміз. Тез өсіп кетесіз. Қанша су көп берсең сонша өсе береді? Иә, суға тез өседі. Және де жаңағы жапырақтары үлкен болады. Көлеңке бізге локаталдардан қарағанда осының көлеңкесі. Бірақ бұның бір несі бар. Бұл өскен жерде
басқа ағаштар өсіп кетпесін. Басқалардан не қылсақ? Уын өндірістеміз. Сорттарына байланысты әр өңірде оңтүстік, шығыс, батыс әр сорттар болады. Сосын және де тұрғанда видео бар еді бізде. Астан Еуропа басқандар өтіп. және де мындай. Сымас. Сымар деген біздің экоген бактериямыз бар. Бұл бактериямен осы малдың көмдерін қыздыру арқылы технологиясы процесін өткіземіз. Бұл ішіндегі көмнің ішіндегі зиянды бактерияларын өлтіріп, пайдалы элементтерді байытып береді. Биогумусты енді қосалқыды қайреген. Бұның ғылыми орындар, мен енді ғалым, осы жерде қазір Бақытжанмен бірге істеп жатырмыз. Мынау неден өсімдікке жаңағы 1,5 есе урожайды көп береді, одан кейін экологиясы таза, сақтауға ұзаққа сақталады. Одан кейін 15-20 күн өнімді ерте береді. Біздің өзбек ағайындардан бар кеш қалу себебіміз, сондықтан кеш пісетті, жаңағы саудамыз бар ғой, арзандаған кезде сатылады. Орналасқан жері басқа ғой, олардан Сурхандариялар төмен жақта болды. Олар ерте піседі. Біз қазір осы препарат арқылы 15-20 күн ерте пісіре аламыз. Сөйтіп оларға конкуренция создать етіп, мынау халқымыздың бар ғой, мынау өнімді қызығып сату неге егуге қызықтырып та, ата бұрын еккенде нағы ойлау үшін, бұлар бұл кісілер егін екпейді. Сөйтсем бар ғой, кеш болған екен. Мен ар жағында Сурхандарияға бардым. Сол жерде мынандай жарты метр жерден пленка жасаған. Теплица сияқты арнайы апорлар қойған. Сосын қатты суық болса, екінші 1 метр биіктен екіншінен тартады екен. Соны не береді, қандай эффект береді десем, 1 айға ерте аламыз өнімді. Бізде болса егіп жатыр, теплица емес. Жай жерге егіп жатыр, бірақ 1 ай ерте аламыз. Соған қазір бір қысқа уақытта айтып үлгере алмаймын, бірақ көптеген бізде бір разработка бар, Бақытжан бәріміз істеп жатқан. Егер бір мүмкіндіктеріңіз болса, бір тыңдасаңыздар, соны бар жеткізсек. Есімін Сыман, осы Бақытжан бәріміз бірге жазбам, тегісіз қой, семинар өткіземіз. Осы жерді шақырып, бірге бір ақылдасып, ортадан бір неге қайсы тиімді болса, соны қолдап, сосын егер де сарыағаш бұларды тиімді болса, сарыағашта болса, олар өзінің тәжірибесін алмаса, содан кетсін. Мынау селен деген бар, жаңағы Шуачаның секреті бар ғой? Сол барлық біздің удобрениенен не секенді, катализатор екен да. Соны мен қазір мына бутылканың ішінде селен бар, полезный микроорганизм бар. И содан кейін мынау неменің биогумустың бар ғой, несі бар, қосындысы бар да. Сондықтан мынаны түбіне құйса, сразу бар ғой, өсімдік бар ғой, бірден қуа қалып кете береді екен да. Сондай одан көп разработкаларында құда қалса. Бұны не үшін қызығушылық болды? Өйткені бізде Түркістанда өспейді ағаш. Өте қиын. Содан кейін біз осыны эксперимент жасап көрдік. Одан кейін бар ғой, мен Германияда оқығам, деловой съезда. Сондықтан бізде багарный жер көп, Қазақстанның 5-тен 3 бөлігі пустыня, баяғыда эрозиядан кеткен. 5-тен 2 бөлігі багарный жерді. Сол багарный жерді біз мынау түбіне 11 грамм бар ғой, препаратты салып, 26 литр суды ұстап тұратын технологияға алып келіп, гранттарға қатысқанбыз. Бердияр бар ғой, білесіздер ғой Бердиярды? Сол Бердияр менің сол технологиямды арғы жалғастырған кісі да. Сондықтан егерде бір не алатын болса, біз Қазақстанның багарный жерінің барлығын баулы қыла аламыз да, соған бір қолдау керек. Сіздердің бір жаңағы бізге көңілдеріңізді ауыздырып. Шардарадан бастайық. Болды? Шардарадан бастайық. Болды, рахмет. Аяғымда грамм болған. Қандай тамам? Ассалаумағалейкум, Қазақстан фермерлері, өздеріңіз көріп отырғандай, бүгін 11 октябрь, яғни Дархан Сатыбалды Түркістан облысының әкімі Шардара қаласына арнайы келіп, осындай керемет Шардара қаласының өнімдерін көргелі тұр. Бақытжан, маңнан өздерің шығарып бастады ма? Жоқ, өзіміз енді шығаруға келіп жатырмыз. Біреу 1000 теңге болса, ештеңе емес екен. Мынау 100 литрге кетеді деп тұрсың ғой. 100 литрге кетеді. Құрметті қазақстандықтар, шылаушын және биогумус саласымен айналысамын десеңіздер, осы WhatsApp жүйесіне жазсаңыздар, біз сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламыз.